Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз тамшылатып суғару немесе капельный полив жайлы болады. Алдыңғы видеоларымда комментарияға сұрақтар қойып жаза кеткен екен. Осы капельный полив тамшылатып суғару жайлы көбірек видео түсірсеңіз, жақыннан таныстырсаңыз деп. Рахмет олардың сұрақтарына және солардың сұраныстары бойынша осы видеоны түсіріп жатырмын. Сіздерге пайдасы тисе, біз қуанышты боламыз. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар ағайындар. Енді осы капельный тамшылатып суғару жайлы таныстыратын болсам, бұл енді алдыңғы видеоларымда айтып өткенімдей, жеміс ағаштарының өнімділігін 4-5 есе арттырады, әрі суды экономдайды, әрі сіздің уақытыңызды экономдайды. Бір точкадан ашасыз да, өзіңіз бау-бақшаңызда айналып жүре бересіз, немесе басқа шаруаңызбен айналысып 1-2 сағаттан кейін хабар алсаңыз болады. Бұл су толып кетіп жан жаққа ағып кетеді деген бұда проблема болмайды. Енді бұны қалай тарту керектігі жайлы айтатын болсақ, бұл мына 15 трубадан тартқанбыз. Бұл 15 пластик трубадан тартсаңыз, бұл кемінде сізге 5-6 жыл қызмет етеді, мықты болады. Енді бұны қалай жасау керектігін айтатын болсақ, мынандай енді водопровод точкасы шығып тұр, бір точка. Сол точкаде мынандай центральный тартасыз, міне көріп тұрғаныңыздай. Осы центральный келеді. Сосын мынау жүзімнің қатары. Осы жүзімнің қатарына бір қатар пластик жіберуіңіз керек. Ол үшін мына келген централида мінекей мына жерінен кесіп, осы тройник дейді, мына тройникті осы кесіп, екі жағынан арнайы өзі пластик жабыстыратын арнайы үтікпенен жабыстырасыз. Мына жағы былай қарай кете береді. Мына тройник арқылы мына жүзімнің қатарына мінекей бұрып алдыңыз. Сосын мына жеріне мен алдыңғыда темір крайниктің темір түрін салғанмын, бірақ бұл уақыттың өтуіменен шірейді екен. Сіз пластик кранды салсаңыз жақсы болады. Мен пластик кран салғанмын. Осы арқылы мына бір қатарды керек емес кезінде жауып қоясыз, керек кезінде ашасыз. Крайник басына крайник қойып кеткеніңіз дұрыс. Мінекей мынау жүзімнің ряды. Мыналарға мән бермеңіздер достар. Мен бұл әдден әр түп жүзімнің әр түбіне крайник қойсам ба деп ойлағанмын, бірақ ол кішкене қымбатқа түседі екен. Соның үшін бұны жауып тастадым, крайник қоймадым. Енді бұл жүзімнің қатары кетті. Енді мынау центральный кете береді былай қарай. Енді мынау екінші ряд. Бұл ряд, бұл да центральный ряд болады. Енді өздеріңіздің бақшаңыз қандай болса, сіз соған қарай расчеттап тартасыз. Енді мынау соған кішкене үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Мынау міне центральный. Оған да мына жерден кесіп, тройник қойып, темір крайник салдым. Сіз пластик крайник салсаңыз да болады. Былай қарай жібергенмін. Бұл центральный қатар. Енді бұл былай қарай, осы центральный қатардан былай қарай екі қатар жеміс ағаштары тартылған. Мынау бір қатар шабдалы өрік ағаштары. Оған мен осындай центральный тройник қойып, былай қарай крайник қойып тартқанмын. Енді мынау осының екінші қатары. Екінші қатары достар. Оның да мына тройникпенен осы жерден крайник қойып, былай қарай ұзынына тартқанмын. Бұл қатарда да шабдалы өрік ағаштары, алмұрт ағаштары бар. Мына бас жағын осындай пробкаменен жауып тастағанбыз. Әр қатардың осы бас жағын осындай пробкамен жауып тастайсыз достар. Көріп тұрғаныңыздай капельный поливті осылай жасаңыз болады өздерің үйлеріңізге. Мінекей. Мына жерден мынау жүзімнің қатары, мынау жаңа центральный, одан былай қарай екі қатар кетіп тұр. Енді мына ұзынына тартылған талға бұл енді кете береді алыны. Мына жеріне оған да әдені крайник қойғанмын. Осы крайник арқылы мінекей ағып тұр. Керек емес кезінде жауып қойсаңыз болады достар. Осылай тарта бересіңіздер. Мінекей қазір мынау жүзімнің қатары, мына кранды жапсақ, міне жабылады. Енді бұны қалай ағып тұр деген сұрақтарыңыз болса, міне әр түпте мына жерден кішкене саморез болтпенен кесіп қойғанмын түптерінен. Достар, міне қараңыздар. Осы арқылы әр талдың түбінен кескенмін. Бәрін бір қатардың бойынан шама келгенше жарты орта белінен кессеңіз дұрыс болады.
судың напоры күшті кезінде мынау менде бір 50-60 ағаш бар. Осының бәріне жетеді судың напоры жақсы кезінде. Егер судың напоры азайған кездері мына крайниктер жақсы болады. Мысалға мына екі қатарды жауып қойып, мына бір қатарды суарсаңыз болады. Напор жай болып қалған кезде мынаны жауып қойып, мына жақтарын суарсаңыз болады. Егер бір мына жағы толып кетіп жатырса, бір жағы толып кетіп жатса, керек емес қатарыңызды жауып қоя бересіз. Мына мысалға мына жүзім керек емес болса, міне мынандай алып жауып тастай беруге болады. Тиімділігі сода бұл. Өте керемет. Осыны үйлеріңізге жасап алсаңыздар, достар. Мына жүзімнің қатарын жауып тастағаннан кейін, шабдалының қатарының суының ағу напоры күшейді. Егер асығыс болсаңыз, осындай қылып қаттырақ ағызып тезірек толтырып алсаңыздар болады. Тиімділігі сода бұның. Достар, өте тиімді бұл способ. Осыны пайдалансаңыздар, өте жақсы болады, достар. Үйлеріңізге бәріңіздің бұны жасау оңай, бәріңіздің қолыңыздан келеді. Жаңағыдай пластик жабыстыратын үтік болса, тоқ болса, осы материалдарын алсаңыз, осылай істеп жасап алуыңызға болады. Әр рядтың басынан бір қатар крайник қойып, пластик крайниктен қойғаныңыз дұрыс болады. Пластик шамалға шірімейді екен, достар. Осылай бақшаларыңызға жасап алыңыздар. Жеміс ағаштарының өнімділігі 4-5 есе артады, ылғал мол болады астындағы. Достар, видео ұнаса лайк баса кетіңіздер. Жомарт бау-бақша каналына тіркеліңіздер, достар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің жазған комментарияларыңыз арқасында каналымыз дамиды. Достар, келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.